Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай құрамында 1 грамм дрожжи жоқ табиғи ашытқыдан пирожки дайындаймыз. Алдымен суымызға, мұздай суға алдын ала дайындап қойған закваскалы апарамызды салып аламыз. Одан кейін үстіне ұнымызды салып, қамыр илеп аламыз. Видеода байқағандарыңыздай тұз салынбады. Бұл қамырды илеп болғаннан кейін 40 минуттан кейін тындырып қойып, тұзды кейін саламыз. Қырық минут демалған қамырымызды алып, осылай арасын ашып аламыз да, одан кейін сары майымызды, қантымызды, тұзымызды салып, орап алып, жақсылап, барлығы сіңгенше ұрғылаймыз. Майымызды осылай жақсылап жағып аламыз. Одан кейін осы видеодағыдай ұрғылау процесін жасаймыз. Егер бұлай жасау басында қиын болса, кәдімгі маймен қантымыз, тұзымызды бірге қосып илеуге болады. Осылай жақсылап ұрғылап аламыз, тұзы сіңгенше. Бізде дайын болып қалды. Енді осыны 40 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Әр 40 минут сайын 2 рет обминка жасаймыз. Енді салмасына картошкаға азырақ май салып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде қамырымыз дайын болды. Енді осыны майда бөліктерге бөліп, кәдімгі дрожжидан ешқандай айырмашылық жоқ, өте жұмсақ, әдемі болып көтерілген. Барлығын осылай шарықтап майда бөліктерге бөліп алып, домалақтап, кейін бетін жауып, 20 минутқа қойып қоямыз. Дайын болған қамырларымызды осылай жайып алып, арасына картошкамызды салып, алдын ала дайындап аламыз. Құрамында дрожжсыз табиғи ашытқыдан жасалған нандарымыз 2-3 күн тұрса да, иісі шығып көгеріп кетпейді. Енді қызып тұрған табада барлығын осылай салып пісіріп аламыз, қызартып. Қазанға мән бермейміз, себебі мен бұған закваскадан нан жасаймын. Духовкада бетін парит еткенге. Міне біздің дрожжсыз пирожкиларымыз пісіп шықты, көтеріліп, әдемі болып шығып жатыр. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер. Міне осылай көтеріліп, қызарып, жақсы шығады. Бізде барлығы осылай пісіп шықты, жұмсақ, арасы да толықтай пісіп шығады. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай лаваштан өте оңай әрі дәмді таңғы ас дайындаймыз.
Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіз. Бізге керегі лаваш, сыр, сосиска. Лавашымызды осылай өздеріңізге ыңғайлы етіп кесіп аламыз, дайындап. Лавашымызға алдымен сосискамызды, одан кейін қасына сырымызды салып, орап аламыз. Барлығын осылай жасап, алдын ала дайындап аламыз. Одан кейін осы екі жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Кейін осы дайындаған лаваштарымызды жұмыртқамызға салып, қызып тұрған тапамызға екі жағын қызарып қуырып аламыз. Жай отта осылай екі жағын қызартып қуырып аламыз. Піскеннен кейін өте жұмсақ әрі сыры созылып тұрады. Өте тез дайын болады, әрі дәмді. Бізде барлығы дайын болды. Сыры осылай ішінде созылып, әрі жұмсақ болып шығады. Рецептін осылай жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай дрожсыз, табиғи ашытқыдан үлпілде керемет әдемі болып шығатын бауырсақ және де батоннан дайындаймыз. Дрожсыз, табиғи ашытқыдан жасалған батон нандарымыз арасы осылай ашылып, толықтай пісіп шығады. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп кетіңіз. Алдымен краннан алынған мұздай суымызға алдын ала осы апарамызды дайындап қоямыз. Осыны салып аламыз суымызға. Одан кейін үстіне ұнымызды саламыз. Барлығын біріктіріп, илеп аламыз. Тек сумен осы ұнымызды ғана илеп аламыз, тұзды қоспаймыз. Осыны илеп болып, жарты сағатқа қойып қоямыз, бетін жауып. Одан кейін 40 минут сайын 2 рет қайырып илеп тұрамыз. Одан кейін қамырымызды сәл тұрғаннан кейін осылай арасын ашып жайып аламыз. Үстіне тұзымызды, қантымызды, одан кейін сары майымызды салып аламыз. Сары майымызды осылай жан-жағына жағып, одан кейін бетін жауып. Егер табиғи ашытқыларыңыз болса, дәл бұлай емес, кәдімгі табиғи ашытқыны майды, қантты салып қосып илей беруге болады. Енді осыны орап, кейін жақсылап ұрғылаймыз. Осылай тұзы мен майы, қанты барлығы жақсы сіңу үшін осылай видеодағыдай жасаймыз. Бұл қамыр бізде бауырсаққа және батон нанға екеуіне бірдей. Шамамен бір 10 минуттай осылай видеодағыдай жасап аламыз. Басында осылай бірікпейді, одан кейін біраз осылай ұрғылау процесінен кейін жақсы бірігіп, қамырымыз жұмсақ болып шығады.
Енді осының бетін жауып 40 минутқа тындырып қойып қоямыз. Дәл осылай 40 минут сайын 2 рет обминка береміз. Бізде қамырымыз дайын болды. Енді осының жартысына бауырсаққа, жартысын батоннан қалып қаламыз. Осылай бөліктерге бөліп аламыз. Бізде қамырымыз өте жұмсақ болып дайын тұр. Енді осыны жайып, бауырсақтарға кесіп аламыз. Қызып тұрған майымызға осылай салып пісіріп аламыз. Табиғи ашытқыдағы бауырсақтарымыз осылай көтеріліп, кәдімгі жасанды дрожжыдан ешқандай айырмашылық жоқ. Өте әдемі қызарып шығып жатыр. Мен өзім 1 жыл болды осы табиғи ашытқыны қолданып жүргеніме, дрожжының орнына қолданамын. Бізде табиғи ашытқыдан жасалған бауырсақтарымыз дайын болды. Жұмсақ, үлпілдеп болып шықты. Енді жаңағы бауырсақ тестасынан осы сливочный батоннаның формасын жасап аламыз. Кейін формамызға салып, жарты сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Осылай астыңғы жақтарын жақсылап біріктіріп аламыз. Енді екеуін жарты сағатқа тындырып қоямыз көтерілгенше. Духовкада 200 градуста жарты сағатқа пісіріп аламыз. Пісірер алдын осылай бетінен пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Нанымызды толықтай суытып барып кесеміз. Табиғи ашытқыдан жасалған нанымыз осылай өте жұмсақ болып шығады. Қазір кесіп арасын көрсетемін. Міне осылай арасы толықтай пісіп, өте жұмсақ болып шықты. Қайырлы күн баршаңызға. Осындай жұмсақ әрі дәмді болып шығатын булочка дайындаймыз. Каналыма тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Алдымен 200 грамм жылы сүтімізге қантымызды салып араластырып аламыз. Одан кейін үстіне дрожжымызды салып жақсылап араластырып, үстіне 3 жұмыртқамызды, одан кейін тұзымызды салып аламыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп саламыз. Ұнымыздың барлығын салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Үстіне сармайымызды салып, жақсылап илеп аламыз. Бетін пакетикпен жауып, 1-1,5 сағат қойып қоямыз.
Қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді осыны алып бөліктерге бөліп аламыз. Өздеріңіз қалаған, ұнаған формаларыңызды жасасаңыздар болады. Осылай бәрін домалақтап кесіп аламыз. Қамырымызды осылай жайып, формаға келтіріп аламыз. Булочкалардың арасына кез келген өздеріңізге ұнайтын салмасын салып жасасаңыздар болады. Мен барлығын осындай бір формада жасап алдым. Формаға келтіріп болып, енді осыларды жарты сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілгеннен кейін бетіне жұмыртқамызды жағып аламыз. градуста 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Жұмыртқа жақып болып, одан кейін бетіне мак септім. Булочкаларымыз дайын болды. Толықтай суытып барып кесеміз. Міне арасы осылай толықтай пісіп шықты. Жұмсақ, жеп-жеңіл болып. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер. Қайырлы күн баршаңызға. Кабачоктан осындай тойымды әрі пайдалы блинчики жасаймыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіз. Алдымен кабачокты осылай үккіштен өткізіп аламыз. Кейіннен өткізіп болып, кабачогымызды суынан сығып аламыз. Сырымызды да осылай үккіштен өткізіп аламыз. Одан кейін кабачоктың үстіне сырымызды салып, азырақ тұз салып аламыз. Одан кейін үстіне бір жұмыртқамызды құйып, үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Формамызға пергамент төсеп, осылай қасықтың көмегімен жайып аламыз. Болмаса қолымызбен жасасақ та болады. Духовкада 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Бізде дайын болды. Формасынан алып, азырақ суытып аламыз. Өте әдемі әрі жұмсақ болып шыққан.
Салмасына қалағандарыңызды салсаңыздар болады. Мен осылай помидор мен огурцыйды саламын. Кабачокты блиниларымыз жыртылмай осылай әдемі болып тұр. Өте пайдалы әрі тойымды тағам. Бұны көбінесе түскі асқа немесе таңғы асқа жесеңіздер болады. Өзіме қатты ұнады. Жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер. Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай баклажанды салат дайындаймыз. Каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кет. Салатымызға керектілердің барлығын алдын ала жуып, дайындап, турап аламыз. Пиязымызды тураймыз. Сәбізді осылай домалақтап турап аламыз. Одан кейін 3 болгарскийімізді турап аламыз. Баклажанды кәдімгі домалақтап турасаңыздар да болады. Мен осылай 2-ге бөліп турап алдым. Помидорымызды турап аламыз. Помидор сулы болған жақсы. Алдымен пиязымызды қуырып, сәбізімізді салып, одан кейін болгарскийімізді салып, үшеуін жақсылап қуырып аламыз. Тұзымызды салып аламыз. Қалаған дәмдеуіштерін салсаңыздар да болады. Одан кейін үстіне помидорымыз саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Одан кейін баклажандарымыз салып, жай отта жақсылап қуырып аламыз. Кішкене ғана су құйсаңыздар да, құймасаңыздар да болады. Менікі өзінің суы шықты. Бізде салатымыз дайын болды. Түскі асқа, кешкі асқа жегенге өте тойымды әрі керемет салат. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай брокколи мен цветная капустадан таңғы асқа оладей жасаймыз. Егер балдарыңыз брокколи жемесе, осылай жасап берсеңіздер болады. Видеоны қарамас бұрын алдымен каналыма тіркеліп, қолдап кет. Алдымен цветная капустамызды осылай мен 10 минутқа қайнатып алам. Одан кейін брокколиімді салып, қайнаған суға 1-2 минут, 1 минуттай салып аламын. Одан кейін екеуін сразу мұздай суға салып аламыз. Піскен цветная капуста мен брокколиімізді блендерге салып, езіп аламыз. Блендерден өткізіп болып екеуін ыдысымызға саламыз. Үстіне тұзымызды, ұнымызды, нутовый ұн, менде бұл жерде, егер нутовый ұн болмаса, кәдімгі ұн салсаңыздар болады. Одан кейін 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Салмамыз сұйықта болған жақсы. Сұйық болса, оладейіміз жұмсақ болып шығады. Ал егер қою болып қалса, қаттылау болып шығады.
Қызып тұрған табамызға майымызды салып, барлығын қуырып аламыз. Таңғы асқа бұл өте пайдалы тағам. Егер балдарыңыз брокколи жемесе, цветная капуста жемейтін болса, осылай жасырын түрінде жасап беруге болады. Оладьиларымыз дайын. Осылай екі жағы қызарып, тез піседі, әдемі болып шығады. Баяу отта пісіру керек. Екінші салмасын пісіріп аламыз. Бұл оладьиді жасауға негізі көп уақытта кетпейді. Таңғы асқа, түскі асқа жасауға өте ыңғайлы әрі пайдалы тағам. Толықтай барлығы пісіп шықты. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте оңай фрикадельки жасаймыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіз. Бізге керегі фарш, пияз, бір сәбіз, қызыл болгар бұрышы. Пиязымызды көбіктеп майдалап турап аламыз. Туралған пиязымызды салып, үстіне бұрыш салып аламыз. Одан кейін сәбізімізді майдалап көбіктеп турап аламыз. Сәбізімізді турап, осылай бөлек ыдысқа салып аламыз. Қызыл бұрышымызды да осылай дәл көбіктеп майдалап турап аламыз бұнда. Осы болгар бұрыштары тамаққа өте жақсы дәм береді. Барлығын осылай көбіктеп турап, алдын ала дайындап аламыз. Енді фарш пен пиязымызды жақсылап қолмен араластырып аламыз. Мен фаршқа жұмыртқа қоспаймын. Пияз бен фаршымызды жақсылап араластырып алып, осылай ұрғылаймыз, себебі жақсы бірігу үшін. Фаршымыз дайын болды. Енді осылай домалақтап, бәрін алдын ала дайындап, фрикаделькемізді дайындап аламыз. Табамызға осындай қыхи майын салып алып, жаңағы фрикаделькелерімізді осылай екі жағын жай отта қуырып аламыз. Бізде осылай шашырап кетпей, жақсы болып қуырылып жатыр. Енді үстіне жаңа болгар бұрыштарымызды, одан кейін сәбізімізді салып, жақсылап қуырып аламыз.
Бұдан кейін үстіне бір помидорымызды турап саламыз. Осылай қуырып алып, үстіне суымызды құямыз. Енді суы қайнағанша картошкамызды алдын ала кубиктеп турап дайындап аламыз. Мен картошка қосайын деп жатырмын. Бұған картошканың орнына күріш болмаса қамырдан кеспе жасап салсаңыздар өте дәмді болады. Сорпамыз қайнады. Енді картошкамызды салып, тағы бір қайнатып аламыз. Лавр жапырағын салып аламыз, жақсы дәм беру үшін. Бізде фрикаделькеден супымыз дайын болды. Түскі асқа, кешкі асқа өте жеңіл әрі пайдалы тағам. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай дастарханның сәні болатын, жұмсақ болып шығатын әдемі күлше нандар дайындаймыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, жүрекшені басып, қолдап кетіңіз. Ұнымызды алдын ала ситадан өткізіп аламыз. Үстіне ашытқымызды, тұзымызды, жұмыртқамызды, жылы сүтімізді, жұмсарып тұрған сары майымызды салып, жұмсақ қылып қамыр илеп аламыз. Барлығын араластырып, жақсылап жұмсақ қылып илеп аламыз. Қамырымыз дайын болды. Бетін пакетикпен жауып, 1-1,5 сағат демалдырып қойып қоямыз. Бізде қамырымыз дайын болды. Енді осыларды бөліктерге бөліп аламыз. Мен осылай майда бөліктерге бөліп аламын. Болмаса бұны екіге бөліп, 2 үлкен күлше нан жасауға да болады. Әрқайсысын осылай домалатып, формамызға қойып аламыз. Формаға қояр кезде араларын сәл алшақтау қылып қоямыз. Енді осыларды 20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Бізде қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді ортасынан бастап қолымызбен осылай форма беріп шығамыз. Бетіне жаңағы дайындаған жұмыртқамызды жағып аламыз. 190 градуста 30 минутқа пісіріп аламыз. Бетіне мен осылай ақ күнжутты септім.
қара күнжіт сепсеңіздер де болады, әдемі болып шығады. Бізде дастарханның сәнін келтіретін сүйкімді нандарымыз дайын, қып-қызыл әдемі болып шықты. Рецептін ұнаса жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп, қолдап кетіңіз. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай қатпарлы самсаның рецептісімен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып кет. Алдымен ұнымызға тұзымызды, дрожжымызды құйып, суымызды құйып, бір келкі қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп болып, пакетикке салып, 1 сағатқа демалдырып қоямыз. Бір сағат демалған қамырымызды екіге бөліп, жайып аламыз. Екіге бөлмей, осылай бүтінде жая берсеңіз де болады. Жаңа екіге бөлген қамырымыздың біреуін алып, жайып аламыз, жұқа қылып. Қамырымызды жұқа қылып жайып аламыз. Неғұрлым жұқа болған сайын самсамыз дәмді, қатпарлы болып шығады. Қамырымызды дәл осылай жұқа қылып жайып аламыз. Бұдан кейін үстіне ерітілген сары майымызды құйып, жағып аламыз. Менде сары майды көп құйып жібердім, себебі өзіме майы көптеу болған ұнайды. Кейін барлығын осылай орап шығамыз. Орап алып, бұны бір шетке қойып қоямыз. Екінші қамырымызды жұқа қылып жайып алып, бетіне ерітілген сары майымызды жағып, жаңа оралып тұрған қамырымызды алып, екеуін біріктіріп орап аламыз да, морозильникке 1 сағат, 2 сағатқа қойып қоямыз. Салмасына менде фарш, одан кейін 2 картошка қостым. Картошканы қоспасаңыздар да болады. Пияз, картошка мен пияз екеуін көбіктеп, турап алып саламыз. Пиязымызды да майдалап көбіктеп турап аламыз. Бізде салмамыз дайын. Морозильниктегі 1 сағат тұрған қамырымызды алып, алдын ала шарып қоямыз, бір 15 минутқа. Одан кейін осылай майда бөліктерге бөліп алып, бөліп болған соң барлығын осылай домалақтап аламыз. Кейін осылай жайып аламыз, барлығын домалақ формасында. Одан кейін қамырларыңыз жабысып жатса, азырақ ұн сүйіп жайсаңыздар да болады. Мен барлық қамырды осылай формаға салып жайып аламын алдын ала.
Одан кейін фаршымызды салып, өздеріңіз қалағанша формаға сала берсеңіздер де болады. Менде осылай 4 бұрышты формаға салдым. Дайын болған самсалардың үстіне жұмыртқамызды жағып, бетіне, одан кейін 180 градуста пісіріп аламыз. Самсаларымыз дайын, өте қатпарлы, әлі қытырлақ, дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Қайырлы күн баршаңызға. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын, тез дайын болатын чебуреки дайындаймыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіз. Алдымен ыстық суымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін сұйық майымызды құйып, суымызды құйып, барлығын араластырып, жақсы жұмсақ қылып қамыр илеп аламыз. Қолымызбен осылай жақсылап илеп аламыз. Дайын қамырымызды пакетикке салып, жарты сағатқа демалдырып қойып қоямыз. Мен салмасына картошка саламын, азырақ май салып, екеуін жақсылап араластырып аламын. Картошканың орнына фарш салсаңыздар болады. Қамырымызды майда бөліктерге бөліп аламыз. Қамырды үлкен бөліктерге бөліп алсаңыздар болады, егер үлкен чебуреки жасаймын десеңіздер, немесе кішірек қылып бөлсеңіздер болады. Барлығын осылай кесіп болып, домалақтап дайындап аламын. Одан кейін жұп-жұқа қылып жайып аламыз. Қамырымызды жұқа қылып жайып болып, арасына картошкамызды салып, бетін жауып, шанышқының көмегімен тегістеп аламыз шеттерін. Барлығын осылай алдын ала дайындап аламыз. Майымызды алдын ала қыздырып алып пісіреміз. Қазанға мән бермеңіздер. Мен бұл қазанға гхи майын жасаймын. Одан кейін закваска нанымды пісіремін печкада. Осылай барлығын қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығады. Видео ұнаса толықтай қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіз. Бізде чебуректеріміздің барлығы дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сәлем баршаңызға, жұмсақ әрі тез дайындалатын рогалики дайындаймыз. 450 грамм ұнымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Мендегі дрож, свежий дрож, оны жылы сумен азырақ қантпен алдын ала аппарат жасап алдым, көтеріп
сары май, қант, бір жұмыртқа, азырақ ванилин, жарты қасық тұз қостым. Барлығын қосып жақсылап илеп аламыз. Бетін пищевая пленкамен жауып, 1 сағатқа демалдырып қоямыз. Тестамыз дайын болды. Осыны 4 суалаға немесе өздеріңізге ыңғайлы етіп 2-ге бөліп жая берсеңіздер болады. Рогаликімізге осындай форма жасап аламыз. Менде осындай рогаликидің бетіне мак пен қантты араластырып, осылай сәндік үшін жасауларыңызға болады. 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Рогаликіміз дайын, өте жұмсақ әрі жылдам дайын болады. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Қайырлы күн баршаңызға.
бір жасағаннан шығатын өте дәмді, керемет болып шығатын лимонды печенье дайындаймыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып кет. Бізге керек 2 жұмыртқа, ұн, лимонның соғы, одан кейін қант. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды, одан кейін қантымызды салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Қанты ергенше жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып аламыз. Лимон цедрасы мен лимон шырынын құйып аламыз. Ұнымызды салып аламыз. Жарты чайная ложка ас содамызды, одан кейін қопсытқыш саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Одан кейін бетін салфанмен жауып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Бізде қамырымыз холодильникте жарты сағат тұрды. Осылай домалатып форма жасап аламыз. Одан кейін қант ұнтағына салып аламыз да формамызға барлығын қойып шығамыз. Қант ұнтағына осылай домалатып аламыз. Лимонды печенье рецептісін өзім ғаламтордан бірінші рет алып жасап жатырмын. Лимонның иісі енді айта алмаймын, хош иісті, керемет болып шығады. Осылай барлығын формаға келтіріп жасап аламыз. 180 градуста 25 минутқа пісіріп аламыз. Бізде печеньелеріміз дайын болды. Иісі енді өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Бізде арасы бөлгенде осылай сап-сары әдемі болып шықты.